Қанды қылмыс, отбасылық дау, халықаралық мәселелер, жұмбақ өлім, эксклюзивті оқиғалар. Көремізге жүгінетін халықтың дені осы сынды оқиғаларын баяндап, Бұқарадан араша сұрайды. Алайда түрлі тағдырлардың арасында зорлық, әсіресе балаларға жасалған азғындық мәселелерін көрермен назарына ұсыну қиынақ. Бізді бұл үшін сынайды, мінейді. Асылында белден төмен тақырыптар мен ардан аттаған адамдардың оқиғасын баяндау һәм зерттеу біздің де құлшынысымызды арттырмайды. Алайда күн санап елдегі статистика мен мұндалап барады. Биылғы жылдың өзінде кәмелетке толмаған балаларға жасалатын заң бұзушылық былтырғы жылмен салыстырғанда 11%-ға артқан. Педофилиямен қалай күресеміз, балаларымызды қалай қорғаймыз? Көреміз, осы сұрақтарға жауап табу үшін әрі арсыздардың жазасын мемлекеттік деңгейде ауырлату үшін аса жеркенішті тақырыпты қаузауға мәжбүр. Ауруын жасырған өлет, сондықтан бұл сұмдықты тоқтату үшін бірге талпынайық. Қайырлы кеш, Еуразия бірінші арнасында көреміз. Сіздермен Руслан Өтепбай. Түркістан облысы Отырар ауданына қарасты Арыс ауылында бірнеше бүлдіршін мен жеткіншек қыздарымызға зорлық жасалды деп ата-аналар полицияға арызданды. Шәуілдір ауылындағы балабақша күзетшісі 2-ші және 4-ші сыныпта оқитын қыздарды зорлап келген деген күдікке ілінді. Сразу 3 несовершеннолетние стали жертвами соседа-педофила в Утырарском районе Туркестанской области. Девочкам 7 и 9 лет. Бірақ күнде бұқаралық ақпарат құралдары мен әлеуметтік желіде үлкен шу тудырған оқиға Түркістан облысында орын алған. Ондағы ақпараттарға сүйенсек, 33 жастағы балабақша күзетшісі 6 айдан бері кішкентай бүлдіршіндерге азғындық жасаған көрінеді. Күдікке ілінген жігіт туыстары мен көршілерінің балаларын ойнатамын деп сылтауратып, артынша арам пиғылын жүзеге асырыпты. Кеше әбетте естідім, осы жаз айында зорлық-зомбылық жасаған көршім ағайыным. Неге больницаға барып тексерттім, бәрі айдан анық көрініп тұр. Оны 5 уақыт намаз оқып жүрген жігіт, оны білмейміз, осы уақытқа дейін бетімізге дым болмағанда жүр. Одан ешқандай күдік болған жоқ, тем более ағайынымыз, көршіміз. Бет жүзін көрсетпей тұмшаланып сұхбат берген бұл әйелдер Аядай Шәуілдір ауылының тұрғындары. Жұрттан жаппай көмек сұраған олардың басты талабы өрімдей қыздарды қорлаған күдіктіні қатаң жазаға кесу. Еліміздің оңтүстігінде орын алған оқиғаға байланысты көреміз журналистік зерттеу жүргізіп, айтуға ауыз бармайтын сұмдық қылмыстың сырын ақтару үшін арнайы Түркістан облысына аттанды. Қоғамдық резонанс тудырған мәселені зерттеу үшін көреміз ұжымы арнайы Түркістан облысы Шойманов ауылына келді. 7 және 9 жастағы бүлдіршінге азғындық жасады делінген күдікті дәл осы үйде анасы және туысқандарымен бірге тұрған. Алайда бүгін үйде ешкім жоқ, себебі ауыл тұрғындары туысқандарын көшіртіп жіберген көрінеді. Нақтырақ тоқталар болсақ, қоршауы жоқ мына үйдің 7 жастағы бүлдіршіні қорланған делінсе, бұл үйдің 4-ші сынып оқушысы зардап шеккен. Ал көрші шаңырақта 9 жастағы бүлдіршінге азғындық жасалыпты. Балалардың барлығы рулас, қатар ойнап жүрген жамағайындар. Ол жала өткен. Жақын ғой, жетімдер ғой. Ойнаға келгенде ойнап кетеді ғой, бала болғасын ойнайды ғой енді. Баласы ойнайды, кетеді енді. Бәрі доп ойнайды, жаздай бала. Жақсы ғой, бәрі бір-біріне Құран оқытып, шақырып, бір-біріне сөйтеміз мысалы. Тойға барсақ, бірге тойға барамыз. Қыздар нарада ойнайды, бұрышта ойнайды. Айтуға ауыз бармайтын оқиға 19 қазан күні орын алған. Дәл сол күні полицияға бірнеше ата-анадан арыз түсіп, 33 жастағы күдікті темір торға қамалыпты. Артынша бұл жағдай бақ беттеріне басылып, әлеуметтік желі арқылы әйгілене бастады. Сорақысы сол, педофил бір емес, 15 бүлдіршіннің көз жасына қалуы бек мүмкін деседі. Бұл қаншалықты рас? Зорлық көрген қыздар саны қанша? 3 ме, 15 бе? Тілшілеріміз факт-чек жасады. Бүгін сағат 18:30-да біздің Facebook парақшамыздың тікелей эфирінде зорлық көрген қыздардың саны 15-ке жеткені жайлы хабар келді. Оның барлығы 5 және 10 жас аралығындағы балалар. Осы істі бас прокуратурада қолға алып, қатаң бақылауын өтінеміз. Бұл
Әлі белгісіз болып тұрған 3 қыз. Құзырлы орган қызметкерлеріне 15 емес тек 3 ата-ана жүгінген. Мүмкін көреміздің осы шығарылымнан кейін қыз ұлдарын дәрігердің қабылдауына апаратын әке шешенің қарасы көбейер. Бұл жағы әзірге белгісіз. Ендігі сұрақ, балаларға қандай қиянат жасалды? Бұл харасмент пе, әлде сексуалдық зорлық па? Шәуілдірде шынымен педофил бар ма? Арнайы шығарылымды шағын жарнамадан кейін жалғастырамыз. Киелі Түркістанда адам шошырлық оқиға орын алды. Бұл жолы балабақша күзетшісі қаршадай балаларды қорлады деп күдікке ілінді. Ауыл тұрғындарының айтуынша 33 жастағы ер азамат көршілері мен туыстарының балаларына 6 ай бойы азғындық жасаған. Ал егер біреуге айтсаң таяқ жейсің деп қорқытып, бүлдіршіндерді жұбату үшін әрқайсысына 1000 теңгеден таратқан деседі. 7000 тұрғыны бар аядай ауылда қандай сұмдық орын алды? Қорланған бөбектердің ата-аналары не дейді? Дәл қазір көреміз. Қоршауы жоқ жаңа тұрғызылған бұл жер үйде қорлық көрген 7 жасар қыз бен оның ата-анасы тұрады. Әкесі темір жол қызметкері, ал 3 бірдей кішкентай бүлдіршінге анасы қарайды. Ерлі зайыпты той думанға шығарда балаларын көршілеріне, яғни күдікті саттарға қалдырып кететін көрінеді. Жоқ, ол қыздың қазір жағдай жақсы ма? 100% жақсы емес. Болады қазір шірейбейді. Анау айтқандай былай больницаға түсетіндей халде емес, бірақ шынымен тиіскенбеген саттар дегенсіз? Тиіспесе не үшін шулатамыз, біз не үшін барамыз? Бір нәрсе артық қылып жасаймын мен сосын барып шығамын. Бірақ қазір мен бұлардың бәрі мен үндемей отырмын қазір. Істесін, қандай әрекет жасайды? Шалыс баса ма, не баса ма, әріптен қатырайса ма, бәрін бақылап отырмын.
уақыт өте көреміз. Бірінші сот өтсін десе не дейді? Халима балаларының күдіктінің ауласында жиі ойнағанын айтады. Алайда туысым деп жүрген жанның ту сыртынан осындай азғындық жасайтынын мүлдем күтпеген. Мен шықпаса өтіріктен өтірігіне ар жазбаймын ғой. Бір-бірінің үйінде ойнап жүретін балдар ғой бұлардың бәрі. Туысқанымыздың үйіне барып ойнайды, оның бала шағасы келіп ойнайды ағасын барып. Сөйтіп жүріп істеп отыр ғой, өзінің үйінде істеп отыр ғой. Ол мен шықпаса, мен үйден ғой, мен көз алдымда отырған балам мен. 5 минут ана үйге барып ойнайды, жатса біздің үйге ойнайды, сөйтіп жүретін. Ашуға булыққан келіншек тағы бір мәселенің шетін шығарды. Айтуынша 33 жастағы күдікті тек қана туысы мен көршісінің ғана емес, өзінің туған ағасының қызына да азғындық жасапты. Мен тұрмын, міне көз алдымда күйік болып. Қазір мен басқа жаққа барып тұрамын. Басқа жаққа барып тұрып жатсыз ба? Қазір осы жақта тұрмайсыз ба? Қазір мен үйде енем үйіне барып тұрып жатырмын ғой, қазір. Бақша тұрып отырып қой. Болса қайтып тұрасыз, сіз болса тұра аласыз ба? Жоқ, тұра алмаймын. Бір жерде тұра алмаймын. Көшіп кетсе де орны тұр. Ол тамын бұзып әкетсе де орны тұр. Бәрі есімде түседі, тұр, міне алдымда тұр. Айдаладағы біреу емес, туғанымыз істеп отыр. Не только біздің, өзінің туған қарындасын даяған жоқ, ағасының қызында. Олар ар жазбай отыр. Кеше Ринат Зайыптың бекер айтқан жоқ қой. Бұл ақпараттардың қаншалықты рас екенін анықтау үшін Роза есімді көрші келіншектің үйіне бет бұрдық. Анықталғандай, күдіктінің атына осынша қара дақ жағылғаннан кейін Роза да кішкентай қызын медициналық тексерістен өткізіп, полицияға шағым түсірген. Қазір осы үйдің 4-ші сынып оқушысына да азғындық жасалды деген күмән бар. Ал 10 жасар бүлдіршіннің әкесі күдікті саттардың 3 балаға бірдей тиіскенін айтып, ағынан жарылды. Тиіскен бәрін басқа жақта емес, сол ғой, үйі. Осы ауылдың баласы ғой. Бәріміз білеміз. Қандай екенін де білеміз. Ондай болады деп мен де ойлап жоқпын. Енді сондай болып қалды. Ауру болып қана ол қыз бала. Ауру болып қалды? Ауру ғой, ауру болмаса сол шәде қызға не қылады? Жан қыз мен қызыма тиіскен жоқ шығар. Енді? Үшеуі де тиіскен. Үшеуі де сондай болған. Үшеуі де бірақ таза болып шықты. Ол шешінген екен болды ғой, шешіндіргесін болды мистарға. Келеді сол, келетін жағына. Шешіндіргеннен кейін? Иә, шешіндірген. Білген істегенді сосын. Өзің туған қарындасына да тиіскен, ағасының қызына да тиіскен. Оны мен есі айтасыз маған. Болды ғой, содан кейін ажағын айтпай қосайық. Сәсет болғасын бәрі дос болады ғой. Дос болады, досқан болады. Сондай ғой. Кішкентай қыздарға, өзінің кішкентай қарындасы сияқты қыздарға сонда тиіскен болып тұр ғой. Өзінің қарындасына да тиіскен. Туған ағасының қызына. Күллі елдің жағасын ұстатқан күдікті кім? Бала бақша күзетшісі балалардың қауіпсіздігін күзетудің орнына қауіп төндірді ме? Арнайы сюжетке зер салсақ. 3 балаға азғындық жасады деп күдікке ілінген жігіттің есімі Саттар. Жасы 33-те. Бұрын некеде болып ажырасқан бір баласы бар. Шойманов ауылындағы 9 сыныптық мектепті бітіріп, артынша Шәуілдірдегі жалпы кәсіптік колледжде оқыған. Ұстаздары күдіктіні өте момын, өзін қорғай алмайтын студент ретінде сипаттады. Осыдан 15 жылдай бұрын. Жалпы жаңағы сіздер айтқаннан кейін сұрастырып жатырық қой. Ол жігіттің оқу барысында осы жерде өте қарапайым болғаны, тапсырманы орындап тұрғаны, ұстаздарға болмаса, оқытушыларға болмаса өзара конфликтке көп бармағанынан білініп тұр. Ол томаға тұйық болды ма? Енді жалпы біз педагог ретінде айтатынымыз, көбінесе осы орындалғыш балалардан кейде осындай жағдайлар шығып жатады. Себебі өзін қорғай алмайды, мынау соған қарсы тұратын өзіндік мінез құлық онша қалыптаспайды. Содан көп нәрсені орындай бергендіктен іштей қарсылық туындайды да. Ол қарсылықты көрсетпейді. Ол қоғамға деген қарсылық болуы мүмкін, жалпы адамдарға деген қарсылық болуы мүмкін. Сол қарсылық іштегі сол антагонистік қарсылықты ол өзінен әлсіздерге көрсетуі мүмкін деймін. Күдікті соңғы уақыттары Отырар ауданы Арыс ауылындағы жеке меншік балабақшасында күзетші болып қызмет еткен. Мұнда да Саттар жайлы жақсы пікірлер айтылды. Әріптестері күзетшіміз өте еңбекқор әрі жауапты дейді. Не айтсаң соның бәрін орындай береді. Қандай жұмсасаң да жұмысқа кете беретін жігіт, ол өте тамаша. Мен жақсы мінездеме берем оған. Ондай жаман қырынан ешқашан көрген емеспіз. 5 уақыт намазын оқып, ораза ұстап жүрген жігіт.
балдарға жоламайды, балабақшаға келгенде өзінің бөлмесінде қарауханасында болады, ішке де кірмейді. Біз сырттан жолығамыз, ол балаға ондай қылықтар ешқашан көрген емес біз балдарға. Бірақ андай қылықты кішкене еркелетіп, сондайлар болмаса, былай ондай ешқандай ондай қылықтарын тиісіп, түртіп көрген емеспіз. Саттардың жеңгесі де оның сыйлы екенін айтады. Саттардың жақсы қасиеттерін сипаттаған әйел күдіктінің мұндай сұмдыққа баруы мүмкін емес деп санайды. Саттар деген енді өзім өте жақсы көремін баланы. Ақ көңіл, кім болса соның тірлігін істеп жүре береді. Тамағын ішуге мұршасы келмей жүре береді соның тірлігін істеп. Мынайды де, мысалы кешке жақын бір құран ба, бірнеке болса соның тірлігін ошағына дейін тасып, қазанына дейін көтерісіп жүре береді. Ол сен жұмсайын, сен ақша бер ау деген ой болмайды ода. Жыла жоқ оты дейін. Мүмкін емес ондай тірлік істеу. Күдікті жайлы ауыл тұрғындарынан да сұрап көрдік. Ауылдың барлығы дерлік Саттардың сөзін сөйлеп, ондайға баруы мүмкін емес дейді. Сөздеріне сүйенсек, тіл алғыш жігіт ауылдың барлығына көмек берген. Ластасы ол баланы көреміз ғой, жерде постоянно бесетпен жүреді. Момын ондай істейтін бала емес. О бала қазір енді ол баланы өзімен сөйлессеңіз де, көрсеңіз де, ондай істейтін бала емес. Ондай істейтін бала белгілі болып тұрады. Жала ғой, момынға қашқанда жала жабылады да тұрады осылар. Момын семе әкесі қайтысып өткен. О бала бәйтеуір бір нәрсе айтсаң да боп тәте дейді да, тірлігіңізді қандай қып істеп беріп кететін шығар. Ол мүмкін емес ол бала істейді. Момын айтқанға көніп жүретін бала, пунктуальный, уақытылы кетіп жүретін бала том. Мен осына каналда істеймін, орada жері де бар. Өзі сондай жуас момын бала. Мен жақсы танимын ғой. Өзіміз естігенде өзіміз таңқалдық. Мүмкін емес бұл. Ол мүмкін емес ол. Біз оны сенбейміз оны. Мен қазір келгеніме 25 жыл болды. Келін болып түскеніме. Ондайсын көрген емеспін осы мен. Мен ойламаймын ондай Саттардың ондай екен деп. Өйткені әке шешесі момын бұлардың. Білемін ғой мен, 5-ке білемін бұл яқты мен. Ештеңесі жоқ бұл Саттардың. Өйткені Саттардың мен осы жазға қарай үйге отын бұтап берсе шақырдым. Үйге шақыр келді, отын бұтап берді. Інісі бұтап берді, шәдері інісі бар. Ол да бұтап берді. Мен ауырып қалдым, тұмау болдым. Сөйтіп орнына тұра алмай қалдым. Сөйтіп Саттарға айттым, әке отын бұтап берші дедім. Мақұл деді, бұтап берді. Інісі де шақырдым, інісі де бұтап берді. Күдікті Саттар есімді азаматты көршілері мен руластары жамандыққа қимат, қайта абыройын көтеріп, ақтап алуға тырысты. Алайда ауыл тұрғындар айтқандай Саттар ақ болса, неге оған қара күйе жабылды? Күдіктінің туған ағасы не білет? Экранға зер салайық. Өте момын бала ол. Ол баланың өзінің миы жетілмей қалған бала. Баламен бала болып қалған бала ол. Сіз не айтсаңыз соны істей береді ол. Сен осындай екесің ғой, әнде мойындай салады ол. Білемін ғой, өзім інім ағам баласы ғой. Енді ол бала арақ ішпейді, темекі шекпейді, басқа нәрсе істемейді. Только ол қанша 10 жылдан асып кетті ол намаз оқиды. Жұмысына барып келеді, өзінің үйінің шаруасын істейді. Сосын үйіне жүрген барлық осы қыздардың бір сол үйде жүреді. Солармен ойнайды бала болып. Ел айтып отыр, жұрт айтып отыр, шулап атыр. Мүмкін нәрсе емес бұл негізі. Осыдан бір қанша 5-6 ай бұрын болған нәрсе болды дейді да. Бұдан 5-6 ай нәрсе болса, ай бұрын болса, неге сол кезде ол қыздар айтпайды? Үйіне бар. Кішкентай қыз ғой онда, не біледі? Мені қазір Саттар тәтем өсті айтпаймын екен. Біз бұған ешқандай көзіміз жетпей отыр. Сенбей отырып қой біз. Саттардың ағасы інісінің психологиялық ауытқуы бар дейді. Шынымен солай ма? Ақыл есінде кемістігі бар жігіт балабақша қызметкерлерінің қатарына қалай енді? Аздаған жарнамадан соң білеміз. Шәуілдірдегі бала бақша күзетшісі бөбектерді қорлады ма? Ел аузында жүрген педофил жайлы көреміз редакциясы журналистік зерттеу жүргізуде. Мақсат ақиқатқа жетіп, азғындық жасаған адамның кім екенін анықтау. Сол себепті басты күдікті Саттардың өткеніне үңілсек.
Күдікті саттар 4 ағайынды, кішкентайынан бір тоға мінезді бала, қатарластарынан көрі кішкентай балалармен тез тіл табысатын көрінеді. Мұны жігітпен жақын араласатын ауыл тұрғындары қуаттайды. Ол ауру бар оның. Мен келгелі ауру тұқын ол кісі. Пенсияға шығарғаннан басында Алматыға барған екен ол баланы. Сөйтіп андай 5 жасарының андай не дейді, бір белесі дейді ондай ауру ма андай. Ми онша жетіспейді ана ауруға, бас ауырады. Бала сияқты ойлайды? Иә, бала сияқты ойлайды. Сондай ойдады ол. Кішкентай балдармен де ойнап, доп ойнап кетеді кейде. Скакалка ойнап, мен не скакалка деген сияқты ойнап жүре береді. Ондайға несі жоқ енді. Жас бала сияқты ойнайды, үлкендермен намаз оқып, шариғаттық нәрселер айтып отырады кейде. Көршілердің байқағаны жай сәйкестік емес, себебі саттардың туған ағасымен сұхбаттасудың сәті түсті. Өзін Мейрамхан деп таныстырған ер азамат інісінің біраз сырын ақтарды. Өте балажан бала ол. Балдардың бәрін ойнатады, неғылады. Сосын айттым ғой, ми баланың ми оның жетілмей қалған. Сондай ма? Балам ми. Баламен бала ойнап кетеді. Сосын сіз саттар ана барып істе десеңіз барып істей береді. Оның психикалық бір ауытқуы жоқ па? Ондай көрінген жоқ. Ол ана бұрын белінен шойып неғып қалған. Бірден пітекке шығарып жіберді, екінші группаға. Ол кейін 5-6 жыл екінші группада жүрді, кейін пітектегілер үшінші группаға түсіріп жіберді. Қазір үшінші группадағы не? Еді мүгедек та? Сонымен жүр қазір. Ертең оны емделмесе осы жерде қалады, белмен шөгеліп. 6 ай сайын больницаға жатып емделіп тұр ғой. Баланың белсіздігі де болуы мүмкін әлі. Белсіздік демекші, күдіктінің 3 жыл бұрын шаңырақ көтергені белгілі, және бұрынғы жарынан бір ат ұстар сүйген. Алайда екі жастың жолы қақ бөлінгеннен кейін араласудан қалған. Келіншегімен бар болғаны 2 апта тұрған саттар баласында іздеп келмепті. Айтылығы бәрі шағында машағаты жоқ, оның іздеп келген жоқ. Баласына көмектеспей ма сонда? Есесіне енесінің күйеу баласына деген өкпесі қара қазандай. Осы уақытқа дейін ұлын бірде-бір рет іздеп келмегенімен қоймай, алимент те төлемейді дейді. Саттар күйеу бала болғаны рас. Бірақ ол менің қызым 2 апта өмір сүрді, ол адамның қандай екенін мен білмедім. Бірақ ауыл аймақ момын жақсы дейді. Ол жағын мен толық білмеймін. Ешқандай алимент одан талап еткен жоқпыз, алимент төлемейді. Бірақ баласын ешқандай көрген емес. Аслында сенген жоқпыз ондай ауылда ондай болып жүрмегесін, біз сенбедік ондайға. Кейін елдің бәрі шулады әйтеуір. Сіздер араласпайсыз ма ол отбасымен? Ешқандай араласпаймыз біз. Заңды неке болып па еді? Жоқ, заңды неке тұрған жоқ ешқандай. Айтып ғой, 2 апта ол заң неке тұрып та. Ал саттардың келіні қайнағасына шаң жуытпайды. Оның уашқылығы болса кезінде байқайтын едік деп ағынан жарылды. Намаз оқитын кісі, иә, онда ішті жоқ. Мен қазір 4-5 жыл болып келіп түскен, онда ешнәрсесін естіген емес. Қазақ сотқа дейін айтады. Өзімізде сәл дабылға қатып. Онда ештеңесін байқаған емеспіз. Өзімізде шок болып тұрдық ондай вообще. Балалардың қауіпсіздігін күзеткен қарауылдың өзі бала сияқты. Бұл ақиқат па, аңыз ба? Балабақша басшылары қызметкерлерді қандай тәртіпке сай қабылдайды? Экранға зер салсақ. Отырар ауданы Арыс ауылындағы жеке меншік балабақшасы 6 жыл бұрын ашылған. 2 және 6 жас аралығындағы балаларды қабылдап мектепке дайындайды. Қазірдің өзінде балабақшада 100-ге жуық бала тәлім алса, 24 қызметкер жұмыс істейді. Балабақша директоры Жұлдыз Ғинатова күдіктінің 3 жыл көлемінде қарауыл болып жұмыс істегенін айтады. Айтуынша жұмысына өте ұқыпты әрі жауапты болған. Оғаш қылықтар көрсеткен емес осы уақытқа дейін. Мінез құлқы қарапайым, момын жігіт, жұмысқа уақытысы келіп, уақытылы кететін, себепсіз қалмайтын. Бізде қарауылдар сыртта отырады. Сыртта өздерінің несі бар, жұмыс орны бар, сол жерде отырады. Қызметкерлердің бәрі шығып кеткеннен кейін ішке кіріп, аралап, қабылдап алады. Баламен бүйтіп ойнап күліп жүрген емес, ол бала өйтіп жүрген емес. Бізге өте ауыр. Сен алмадық біз, сен алмай тұрмыз әлде де білмеймін енді. Біз жеке өміріне араласпаймыз ол кісінің.
жеке өмірде ол қандай екенін білмейміз, бірақ жұмыс барысында ол ондай оғаш қылық көрсетіп, мінез құлық көрсеткен емес. Балабақша басшысы әр қызметкерді жұмысқа қабылдар кезде медициналық тексерістен өткізеді. Солардың бірі Саттардың да денсаулығында кінәрат болмаған. Психодиспансерде біз анайын аламыз ғой, тіркеуде есепте тұрмайды деген справканың бәрін аламыз, анықтамалардың бәрі бар да. Одан кейін бізге жұмысқа тұратын жаңағыдай медициналық неден өтіп келеді. Дені сау, жұмысқа жарамды деген несі бар. Ол жыл сайын бізде өтіп тұрады одан кейін. Бөбектерді қорлаған күдіктінің өзі бала. Бұл педофилге тән қасиет пе, әлде күдіктінің жеке басындағы қасірет пе? Шәуілдірдегі сұмдықтың сырын ақтару үшін студияға кәсіби психолог Маржан Жомартқызын шақырамын. Маржан ханым, қош келдіңіз. Жайғасыңыз. Сәлеметсіз бе? Қоғамда орын алған резонансты оқиға сізді де, бізді де айналып өтпеді. Себебі Шәуілдірдің балабақшасында күзетші осындай бір азғындыққа барды дейді. Күнделікті баламен жұмыс істеп жүрген күзетші өзінің қол астындағы балаларға дәл осындай қатыгездік жасау мүмкін бе? Психолог ретінде айтыңызшы. Біз енді педофил сөзі педагогикалық тұрғыда балаларға озбырлық жасау. Балалардың, кішкентай баланың сеніміне ұзақ мерзімде сеніміне кіріп, ойынпаздық танытып, олармен тіл табысу арқылы көңілін аулайды. Олардың психологиялық портреті осындай. Өкінішке орай, жанында жүрген адамдар біз оны бірден байқамаймыз. Балажан, баланы еркелетіп, бауырына басқанын жақсы көріп тұрамыз көп адамдардың. Баламызға көңіл болды ғой, баламыздың маңдайынан сипап отыр ғой деп түсініп қалуымыз мүмкін. Қазір қоғамда ең сорақысы осындай типтегі адамдар өте көбейіп кетті. Осы бағдарламаны да өзге ата-аналар көріп отыр, бәріне сабақ болсын. Педофилдің алғашқы белгілері қандай? Бұлар енді өте сондай балажан, бауырмал болып келеді. Өзге адамға қарағанда жас баланың сеніміне бірден кіріп алатын, өзіне баурап ала алатын қасиеттерге ие. Онан кейін ұзақ мерзімде бірден зорлыққа көшпейді. Ұзақ мерзімде олардың физиологиялық денесіне қол жүгірту арқылы бойын үйретеді баланың. Сондықтан да бала оны қалыпты тұрғыда деп қабылдайды бастапқы кезде. Енді әрине өзінің жымысқы ойын іске асырғаннан кейін бұл педофилдар озбырлыққа барады. Қиянат жасап болғаннан кейін баланы қорқытып ұстайды. Қорқыту деген шантаж. Әкеңді өлтірем, шешеңді өлтірем, елге жария жасаймын деген сияқты мәселеде ұзақ мерзімде баланы қорқытып ұстап жүреді. Осы өзінің қарым-қатынасына бойын үйретіп алғаннан кейін балалардың сексуалдық тұрғыдағы көзқарасына ары қарай тәрбиелеу процесіне де өтеді. Ондай да кездер болады. Сексуалдық тұрғыда қарым-қатынасқа түсуге де тәрбиелейтін педофилдар да бар. Және де бұл педофилдердің басты бір ерекшелігі немесе кәсібилігі дейміз бе, өздерінің қылмыстарын ұзақ уақытқа жасырады. Бұлар ұзақ уақытқа жасыратындығы, бұлар өздерінің қылмыстық іс-әрекетін алдын ала ойластырып жасайды. Аяқ асты бірден сексуалдық тұрғыда қозуға түсіп барып жасау мүмкін емес. Кейбір кезде ішімдікке салынып жасадым деп айтады, бірақ бұлар әрбір іс-әрекетін алдын ала ойластырып отырып қылмысқа барады. Тақырыпқа тұздық болу үшін біз күдіктінің ағаларынан һәм туған туыстарынан, көршілерінен сұхбат алған болатынбыз. Экранға зер салыңыз. Өте момын бала ғой. Ол баланың өзінің миы жетілмей қалған бала. Баламен бала болып қалған бала ғой. Сіз не айтсаңыз соны істей береді. Сен осындай екесің ғой, әнде мойындай салады. Білемін ғой, өзім ағам баласы ғой. Енді ол бала арақ ішпейді, темекі шекпейді, басқа нәрсе істемейді. Только ол қанша 10 жылдан асып кетті ол намаз оқиды. Жұмысына барып келеді. Өзінің үйінің шаруасын істейді. Сосын үйіне жүрген барлық осы
жаңағы қыздардың бір сол үйде жүреді, солармен ойнайды бала болып. 33 жасар жігіт бала сияқты ойнап кетеді балалармен дейді, жетілмей қалған дейді. Бұл енді өзінің әккі қасиеттерін жасыру ма, әлде расымен де сондай бір психологиялық ауытқушылығы бар деп айтыламыз ба? Енді әр кезде әр қалай біз ол адамның, бұл күдіктінің өзін нақты зерттеп қарап зерделегенін жоқпын. Жалпы инфантильность бар деп тұр ғой, енді ол бала жаңағы дамуында тежелуі, психикалық тежелуі бар деп айтып тұрғандығы көршілерінің, жаңағы куәгерлердің айтып отырған сөзінен анықтап отырмыз. Ал жалпы алғанда бұл қасиетке ие адамдар кейін ер азаматтардың, педофилдардың бойында жалпы қарым-қатынас, махаббат деген сияқты әйел затымен тіл табыса алмауы. Өзін толыққанды ер азаматы ретінде әйелдермен сауатты түрде қарым-қатынасқа түсе алмағандықтан, олардың осындай бір әлсіз, әлжуаздылығы әйел азаматтарының алдында өзін сондай бір қаперсіз, кінәратсыз ұстағандығы. Ал балаларға ондай қатты қажеттілікті керек емес. Сондықтан ол барлық өзінің арам пиғылын балаларға асыра алады. Мысал үшін Ақшидегі ақпараттағы сияқты, мысалға ол жерде де аса әйел затының соншалықты моральды тұрғыда әлсіз болып келуін олар басынады. Іздеу сұрауы жоқ, осыған мен қиянат жасап жатсам, тіпті осының айналасындағы адамдардың осының сөзін сөйлей қоймайды деп сеніммен жасайды. Яғни әйел затының артынан іздеу болмаса, баланың іздеу сұрауы болмаса, осы балалар көбіне көп зардап шегеді. Жақсы, Маржан ханым, сабақтан сәтімен Ақши туралы айтып қалдыңыз. 10 жасар қыздың қазіргі психологиялық хәл-ахуалы қандай деңгейде? Қазір реабилитациялық терапиялық жұмыстар өте ұзақ мерзімде жүргізіліп жатыр. Енді 2 жыл бойы жасалып жатқан зорлық-зомбылық. Біз енді баланың бүге-шүгесіне дейін погружение дейді, өте сондай бір психотерапиялық жұмыс жүргізгеннің арқасында схема сызу арқылы үйінің қай жерде өткені, қай бөлменің қай бұрышында болғандығы бәрін, схемасын бәрін сызу арқылы, есіне түсіру арқылы, 2 жыл бойы қиналып өткен önde күндерін бәрін есіне түсіру арқылы детализацияға түсіріп, оның стенограммасын жазып, жаңағындай аудио-видео фиксациясымен арқылы өткізіп жатырмыз. Менің тәжірибемде өзім осылай өткіземін. Сонан кейін біраз айғақтар табылып жатыр. Біраз әлі де болса да табылатын сияқты. Біз әлі бұл қызбен бірінші алғашқы 1 жылын зерттеп жатырмын. Ақшидегі іс сізбен біздің жіті назарымызда болады. Енді сізге соңғы сұрақ қояйын. Бұл бағдарламаны біз күллі елге осындай жағдайларды алдын алайық деген мақсатта ұсынып отырмыз. Ата-ана баламен сырласу арқылы, өзіне сенім тудыру арқылы, бауырына тартып, еркелету арқылы баланың осындай қымсынып, қорқып, бойын жаза алмай тұрған баланың жаңағы имитес етіліп, ол бала уже сырын ашуға жақындай түседі. Кейбір балалар әкем біліп қояды, шешем біліп қояды деп қорқып, олардың ұрысуынан қорқып жасыруы да мүмкін. Ондай да себептері бар. Сондықтан да ең бірінші баламен сырласып отыру. Қорыта айтқанда 90 ауыз сөздің тобықтай түйіні, ана мен қыз мұндас болмас үшін ең әуелі сырлас болу керек. Маржан ханым, дәйекті пікіріңізге рахмет. Алдада сізбен бір емес бірнеше рет кездесеміз. Ақшидегі мәселе бар, осы бір шәуілдердегі сұмдық бар. Уақыт бөлгеніңізге сізге үлкен рахмет етеміз. Рахмет. 3 балаға азғындық жасады делінген күдіктіге қандай жаза қолданылады? Шағын жарнамадан кейін тарқатамыз. Бүгін біз шәуілдірдегі сұмдықтың сырын ақтарудамыз. 3 баланы қорлады деген күдікпен түрмеге тоғытылған балабақша күзетшісін қандай жаза күтуде? Кәмелетке толмағандарға жасалатын қорлық пен қастандықты қалай
тоқтатамыз. Тақырыпты тарқату үшін студияға білікті заңгер, көреміздің тұрақты сарапшысы Бағдат Амандосұлын шақырамын. Бағдат мырза, ассалаумағалейкум, қош келдіңіз. Жайғасыңыз. Рахмет. Таяуда орын алған сұмдық жағдай туралы хабардар шығарсыз. Иә, әрине. Шәуілдірде күзетші 3 баланы қорлауы мүмкін деген күдікке ілінді. Десе де, сот сараптамасынан кейін, әгәраки ешқандай шәуіт табылмаса, айғақ дәлел аз болса, күзетші қылмыстан құтылып кетуі мүмкін бе? Жоқ. Неге? Себебі бұл жерде тек қана еркектің шәуітімен байланысты емес, онымен шектелмейді. Ол жерде психологиялық сараптамалар тағайындалады. Және егер еркек инфекциямен ауыратын болса, жыныстық қатынас арқылы берілетін инфекциямен ауыратын болса, ол инфекция жаңағы кәмелетке толмаған немесе бүлдіршінде табылатын болса, қылмыс анықталды. Жақсы, енді келесі сұрақ. Егер қылмыс анықталса, 3 қызға азғындық жасалды деген күдіктіні қандай жаза күтіп тұр? Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексі бойынша 120 баптың 4 бөлігімен ол қылмыстық жауапкершілікке тартылады. Егер кінәлі деп танылатын болса, оның бас бостандығынан айыру жазасының мерзімі 20 жыл немесе өмір бақи бас бостандығынан айырылады. Ең сорақысы дәл қазір 3 баланы зорлады деген күдікке ілініп отыр. Алайда кейбір деректерге сенсек, 15 балаға дейін қорлануы мүмкін. Бұл жазаны күшейтеді ғой? Бұл жазаны ауырлататын мән-жайларға жатады. Себебі бізде қылмыстық заңда эпизодтар деген түсінік бар. Яғни бір қылмыс жасалды. Ол бір эпизод. Бір баламенен бір эпизод болады. Екінші жасөспірім болса, ол екінші эпизод, үшінші, төртінші деп кете береді. Егер сол эпизодтардың барлығы дәлелдерменен айғақталса, анықталып, нақты орны табылатын болса, онда ол эпизодтар жаңағы күдіктінің жауаптылығын ауырлататын мән-жайлар болып ескеріледі де, өмір бақи бас бостандығынан айырылады. Өкінішке орай, бізде Қазақстан Республикасында өлім жазасы жоқ, қолданылмайды. Неге? Себебі біз демократиялық мемлекетпіз, және ондай өлім жазасын қолдану бізге әлі болмайды. Белгілі бір қылмысқа байланысты, немесе белгілі бір қылмыскерге байланысты өлім жазасы ішінара қойылуы мүмкін бе біздің заңнамада? Қазіргі қолданыстағы заңнамаға сәйкес бізде өлім жазасы жоқ. Мүлдем қолданылмайды. Бірнеше уақыттар өткеннен кейін жаңа мән-жайлар ашылып жатса, онда қайттан заңды күшіне еніп кеткен соттың үкімі қайта қаралуы мүмкін. Сол себептен бізде өлім жазасын қолдану ол нақты дөп айтатын жаңағы көзқарас емес. Білікті заңгер ретінде сізден сұрайын. Қазіргі қоғамға өлім жазасы керек пе? Иә. Өлім жазасы Қазақстан Республикасына керек. Бірақ кейбір қылмыстар үшін. Мәселен кей? Себебі, егер біз мына жас өспірімдер деген түсінік бар ғой, олар 14-ке толмағанға дейінгі балалар. Осы жас өспірімдерге қарсы жыныстық тиіспеушілігіне бағытталған қылмыстар болса, онда оларға өлім жазасы қолданылуы керек. Жақсы. Өлім жазасы біздің заңнамада, біздің зайырлы демократиялық республика болғандықтан жоқ дедіңіз. Өлім жазасы жоқ, педофилдер күн сайын артып жатыр. Педофилдерді қалай тоқтатамыз, бұлардың санын қалай азайтамыз? Заңның әлсіздігі тағы бар. Әрине, егер заңда көрсетілген қылмыстың жауапкершілігі әлсіз болса, ол қылмыспен күресу, немесе оны тоқтату, деңгейін басу деген өте қиын. Ал егер заң қатал жазалатын, нақты көрсететін болса, әрине ол қылмыстың
болуын баяулатады. Психологиялық әгер учетта тұратын болса, денсаулық жағынан, ол адам балабақшада күзетші болып жұмыс істеуге құқығы бар ма? Жоқ, әрине. Бұл жерде күзетші болып жұмыс істеген. Бұл жерде егерде психологиялық ауытқушылығы болса, бала бақшаның басшылығы жауапқа тартыла ма? Әрине. Жақсы. Бізде осы іске байланысты Түркістан облысы полиция басқармасының сұхбаты бар, экранға зер салайық. 17 қазан 2020 жылы Түркістан облысы Отырар ауданы Арыс ауыл тұрғындарынан сол ауылдың тұрғынына қарсы арызлар келіп түсті. Олар өздерінің арыздарында кәмелетке толмаған қыздарға қатысты заңсыз әрекет жасады деп арызданды. Арыз бойынша полицейлер қылмыстық іс аясында ауылдасы өздерінің көрші екі кәмелетке толмаған қыздарға қатысты сексуалдық іс-әрекет жасады деп күдіктенуде. Істің барлық мән-жайын анықтау мақсатында Түркістан облысы полиция департамент бастығының тапсырмасымен әйел тергеушілерден тұратын жедел тергеу тобы құрылып, қажетті іс-шаралар жүргізілуде. Қылмыстық кодексінің 120 бабы бойынша қылмыстық іс қозғалып, бірқатар тиісті сараптамалар тағайындалды. Күдікті дәл қазіргі уақытта ұсталып, уақытша ұстау абақтысына қамалды. Қазіргі уақытта сотқа дейінгі тергеу және де басқа да тергеу әрекеттері жүргізіліп, олардың нәтижелері бойынша заңды шешім қабылданатын болады. Қылмыстық істі тергеу Түркістан облысы полиция департаменті басшылығының жеке бақылауында. Бүгін қоғамда үлкен шу тудырған Шәуілдірдегі оқиға аясында өзіндік журналистік зерттеу жұмыстарын жүргіздік. Әлеуметтік желілерде таралған жалған ақпараттар мен шынайы фактілердің ара жігін ажыратуға талпындық. Бастысы экран алдындағы әрбір ата-анаға ескерту жасадық деген сенімдемін. Әрине біз адамдарды, әсіресе азғындарды тәрбиелей алмаймыз. Алайда сіз бен біз қылмыскерлерді ата заң алдында жауапқа тартуға ат саламыз. Ол үшін қоршаған ортамызда болып жатқан оқиғаларға бейжай қарамай, көмек сұрағандарға қол ұшын созуға асығайық. Бұл азаматтық міндет. Сіздермен болған Руслан Өтепбай. Ағайын, ұл қыздарымызға өте абай болайық.